Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай инвестициялай бастағанымды айтып беремін. Тәжірибемен және алған әсермен бөлісіп, қалай плюсқа шыққанымды әңгімелеймін. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Мектеп кезімде Волк Уолл Стрит сияқты фильмдер көрсетіліп жататын. Миллиарды деген өте керемет сериал болатын. Фильм акциялары, қор биржасы және тағы басқалар туралы еді. Оның бәрі маған өте қызық болды, бірақ ештеңе түсінбейтінмін. Студенттік жылдары Тедер Дрейзердің финансист кітабын оқыған едім. Өте жақсы кітап, оқуға кеңес беремін. Маған қор биржасы, дивидендтер деген не екенін білу қызық болды. Өзім биолог мамандығына оқығаннан кейін қаржы саласы маған аса таныс болмады. Ең бастысы менде қызығушылық болатын. Кейін танымал инвестор Уоррен Баффет 11 жасынан бастап инвестициялағанын білдім. Ол әпкесі Дорспен бірге City Service деген компанияның 3 акциясын сатып алған еді. $38,125. Алдымен олардың бағасы $27 дейін төмендеген, содан кейін $40 дейін көтерілген екен. Сол кезде Баффет $5 пайда табу үшін оларды сатып жіберген. Бір қызығы, бірнеше күннен кейін акция бағасы $202 дейін көтеріледі. Осы кезде Баффет әрине өкінеді. Айтпақшы, менің де басынан осындай оқиға өтті. Ол туралы кейінірек айтып беремін. Былтыр пандемия басылған кезде адамдардың көбі жұмыссыз қалды. Мен де солардың қатарында болдым. Оқшауланып, жұмыссыз қаламыз деп ешкім де елестеткен емес. Осы кезде мен отбасым, балаларым бар екен және тек бір жұмысқа қарап, соған сеніп отыра алмайтынымды түсіндім. Қосымша табыс көздерін табу керек болды. Содан Жусан Инвест брокерлік компаниясымен таныстым. Компаниямен танысқаннан кейін инвестиция туралы ойлана бастадым. Осыған дейін күмәнім болса да, тәжірибе жинауды шештім. Ең қиыны бұл бастау. Инвестициялауды бастау үшін мен әрине биржа деген не, бағалы қағаздарымен табыс табудың қандай жолдары бар және компанияларды қалай таңдау керегі туралы зерттей бастадым. Егер сізде осы сәтте қиындықтар болса, онда Жусан Академиде үйреніп көріңіз. Сізге тек Жусан қосымшасында инвестициялар бөлімінде брокерлік шотты ашу керек болады. Бұл академия сияқты тегін. Содан кейін басты бетте сіз тіркеу формасын көріп, толтырасыз. Негізгі білімді алғаннан кейін мен ең дұрысы тәжірибе жинау деп шештім. Брокерлік шотыма $5,000 салып, сарапшылар тобының инвестициялық идеяларын қарап шығайын дедім. Егер сіз білмесеңіз, Жусан Инвест әр апта сайын инвестициялық идеялар шығарады. Олар өте ыңғайлы. Әр идеяда сатып алуға болатын баға, сондай қағазды сатуға тұрарлық мақсатты деңгейі көрсетіледі. Идеялар фундаменталды және техникалық талдау арқылы жиналады. Бірақ олар ештеңеге кепілдік бермейді. Дегенмен мен оларды өзім сынап көрдім және олар өте жақсы нәтиже көрсетті. Бірінші кезекте SPG акцияларын сатып алған болатынмын $79. Одан кейін оны $135 саттым. Және Delta Airlines'ты $37 сатып алдым. Дәл қазір бұл компания $41 тұрады. Енді Уоррен Баффеттің оқиғасына ұқсайтын оқиғаға оралайық. Мен Moderna компаниясын $112 алған болатынмын, 30 данасын. Бірақ бір бөлігін 15 данасын мен $145 сатсам, ал қалғанын $151 сатқан болатынмын. Ал қазір олардың бағасы қанша деп ойлайсыз? Бірақ бұған дейін олар 480-ге дейін өскен. Шамамен $7-8 мың табар едім. Бұл менің алғашқы тәжірибем. Бірақ мен өзіме маңызды сабақ алдым. Ешқашан асықпау керек. Қағаздарды қашан сату керегін шешу қиын сәт. Мен дұрыс әлде бұрыс жасағанымды білмеймін. Бірақ мен көп нәрсені түсіндім. Кейіннен мысалы мен Alibaba компаниясын сатып аламын. 3 күннен кейін оның бағасы түсіп кетеді. $200 минусқа кіріп кеткен соң мен оны сатып жіберемін. Бірінші күннен кейін ол мен сатып алған бағаға қайттан оралады. Осы минусқа кіріп кеткеннен кейін мен бірден кітап сатып алдым. Дэниел Канеманның «Думай медленно, решай быстро» деген кітабын алдым. Сіздерге де осы кітапты оқуға кеңес беремін. Келесі компания ол Virgin Galactic акциялары. Оны $29 сатып аламын. Бірақ акциялар бірден арзандап кетеді, $15 дейін. Бірақ алдында жіберген қателіктерімді ескеріп, мен оны бірден сатқан жоқпын. Біраз күте тұрайын деп шештім. Біраз уақыт өткен соң жақсы жаңалықтар аясында өсіп кетеді. Қосымша акцияларын сатып аламын. Тағы күтіп отырамын. Уақыт өте келе акциялардың бағасы 58-ге дейін көтеріледі. Эмоция деген толы, акциялардың бағасы өсіп жатыр. Содан кейін акциялар қайтадан құлдырап кетті. Брэнсон мырза ұшқаннан кейін акциялардың бағасы 2 есе өседі деп үміттенді. Бірақ акциялар $30 дейін төмендеді. Дегенмен мен $42 келген кезде сатып жібердім. Тіркелген пайда $2000. Осыдан да жақсы сабақ алдым. Менің түйгенім қазір инвестициялау өмірдің барлық саласына әсер етеді. Сіз инвестициялауды бастаған кезде әлемге басқаша қарай бастайсыз. Ол сізге көп нәрсені үйретеді. Бастауға қорықпаңыз. Тіпті егер ол сізді қорқытса да.
Бастапқыда ол туралы жай оқып көріңіз және тәуекелге барудан қорықпаңыз. Сондай-ақ біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды және қызықты дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, оқытып, инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.